Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге ұлттық сусындарымыздың бірі салқын бидай мен жүгері көжемізді бірге дайындайтын боламыз. Бұл өте пайдалы, шөлді жақсы басатын және де жеңіл тағамның бірі. Бұл көжені жаздың аптап ыстығына арналған тамаша, дәмді әрі пайдалы салқын бидай мен жүгері көжемізді сатылымға шығаруға да болады. Сонымен қатар сатылымдағы көжелер өте дәмді болып шығады. Оның құпиясы міне осы видеоның соңында айтатын боламын. Ең алдымен сары ақ жүгерлерімізді және де бидайды жақсылап жуып аламыз. Жуып алғаннан соң осындай ыдысымызға, кеңдеу ыдысымызға салып, үстіне суы толтырылып, суды қайнататын боламын. Суды қайнатып болғаннан соң бізде 1,5-2 сағаттай баяу орташа отта қайнатып аламын. Жүгері мен бидайымыз қайнап шыққаннан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұзымыз бізде жарты шай қасықпен шамалап салып алдым. Бидай мен жүгерінің қайнап тұрған суын ешқашан төкпейміз. Бұл суды керісінше бізге көжеміздің дәмін одан сайын дәмді етіп шығады. Сол себепті суын төкпей, осылай жүгеріміз қайнап шыққаннан соң, піскеннен соң осылай көлемі ұлғаяды және де бидай жүгерлеріміз осылай жарып шығады. Қайнап дайын болған жүгері бидайларымызды бөлме температурасында салқындатып аламын. Салқындатып алғаннан соң қайнап тұрған суымды алдын ала суытып қойдым. Осылай үстіне суын құйып, 2 стакан айранымызды үстінен қосып, тағы да араластырамыз. Қолдың айраны болса, бөлек ыдысқа қасықпен іртігін жазып, сосын барып қосуымыз қажет. Сонда біздің бидайымыз біркелкі болып, әдемі болып шығады. Міне біздің көжеміз дайын болды. Сосын дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Мен сосын барып мята жалбыз дәмін қостым. Салқын көжеміздің дәмін одан сайын дәмдірек етеді. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болып жатса, лайк басып, астына пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналым пайдалы, көптеген рецепттерді таба аласыздар. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Міне сіздермен бөлісетін көжемізге ең керекті қосатын затымыз. Көжемізді одан сайын дәмді етіп тұратын бұл бізде құрт. Құртымыз таза балғын болса, осылай үстіне менде қайнап тұрған сорпамның бетінен осындай майларын қосатын боламын. Бұл көжемізді одан сайын дәмді етеді. Осының үстіне біз құртымызды жақсылап езіп аламыз. Езіп болғаннан соң міндетті түрде көжемізге қосып, тағы да араластырып жібереміз. Осындай дайын күйінде әдемі көрінеді. Міндетті түрде сіздерде осылай көжелеріңізді жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Немесе бұл көжені көптеген адамдар, осы сатылымда қоятын адамдардың көбісі бұл затымызды қатық деп те атайды. Бұл қатық дегеніміз құртты жасамай жатып, балғын түрінде қосатын сүзбе немесе қатық деп атайды. Көптеген адамдар бұл рецептіні ешкімге айта қоймайды. Сол себепті мен сіздерге осы рецептпен бөлісіп жатырмын. Қазіргі таңда жаз мезгілдеріне өте таптырмас сусындардың бірі. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға, жанұяңызға жасап берсеңіздер, өте тойымды. Қазақ халқының ұлттық сусындарының бірі. Сонымен қатар бұл салқын көжелерімізді тапсырысқа қабылдауға да болады. Дүкен сөрелеріне қойсаңыз, міндетті түрде өтіп кететін сусындардың бірі. Мен осылай көжеме алдын ала мұз бөліктерін қосып, осылай салқын күйінде ұсындым. Өте дәмді және де тойып ішіп алдық. Достар, сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына жылы лебіздеріңізді, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Келесі кездескенше сау болыңыздар.